أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Алланың сіздерге сәлем рахым мейірім болсын. Алла тағала сіз бен біздің ілімімізді арттырсын, сол ілімімізге амал етуді нәсіп етсін иншалла. Бүгінгі кезекті пайғамбарымыз Юша алейхиссалам. Мұса алейхиссаламнан кейін Юша ибн Нун деп аталады. Біз білеміз, Мұса алейхиссалам жалпы олул азм, ұлы пайғамбар бестіктің қатарына кіреді. Түсінікті ғой да? Ұлы бес пайғамбардың қатарына кіреді. Енді Мұса алейхиссаламнан кейін Дауд пен Сүлеймен алейхиссалам тұрады. Мұса алейхиссаламнан кейін. Енді бұл исраилдіктерге Дауд алейхиссаламның келгенге дейін аралықта исраилдіктерде көптеген оқиғалар болған. Мысалға, біз өткен дәрісте өттік, бірінші ең алдымен Харун қайтыс болады. Харун, одан кейін Мұса алейхиссалам қайтыс болады. Сол аралықта исраилдіктер Синан мен Палестинаның арасында болып жүрген еді сол жерде. Себебі оларға Құдысқа кіру харам етілген еді. Неше жылға? 40 жылға харам етілген еді. Түсінікті ғой? Олардың өзінің қасарысқандықтарынан 40 жылға харам етілген еді. Құранда бұл жайлы айтқандай, Маида сүресінің 26 аятында айтады: "Астағфиру билла, қала фа иннаха мухарраматун алейхим 40 сана. Ятихуна фил арди фала таъса алал қаумил фасиқин." Құран аятының мағынасын айтқанда, енді оларға ол жер шынайы түрде 40 жыл харам етілді дейді. Құдысқа кіру. Олар сол жерде сандалып жүреді деп айтқан. Оларға жаның ашымасын. Олардың негізі Алла тағала әуелден оларды онда кіргізудің қалады, жазған тағдырына. Дегенмен олар өзінің қасарысқандарынан 40 жылға ол жерде харам етіп қойған Алла тағала. Не үшін харам еткен еді? Мұса алейхиссалам оған соғыс шашатын кезде не қылды? Сен Раббыңмен барып өзің соғыса бер деді. Осылай өздеріне кесірлерін тигізіп болды. Енді Мұса алейхиссалам мен Харун алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін Исраил ұрпақтары Юша ибн Нун деген кісі басқарған. Бұл ғалымдарымыз бұл кісіні пайғамбар деп бірауыздан мойындаған. Түсінікті ғой? Ғалымдарымыз Юша алейхиссалам деп айтамыз. Юша алейхиссалам жайлы Алла тағала Құранда Мұса алейхиссалам мен Қыдыр алейхиссаламның қиссасында сілтеме жасаған. Мысалға, мағынасында сол уақытта Мұса жігітіне деген аятта және екеуі ілгерілеп барған кезде Мұса жігітіне деген. Осы жерде жігітіне деген сол Юша ибн Нун деген. Түсінікті ғой? Сілтеме жасағандығы жайлы айтып отыр. Сол бұл аяттағы жігіт Юшақ деп айтады. Сөйтіп Мұса алейхиссаламға білеміз, Мұса алейхиссалам Қыдыр алейхиссалам іздеп кеткен кезде не істеді? Қасына кімді ерткен еді? Юша ибн Нунды ертіп алған еді. Түсінікті ғой? Енді айтады, Мұса алейхиссаламның қасында жүріп Юша ибн Нун, ол Тауратты үйренді, сол жерде жанында жүріп ілім алды дейді. Кейін осы Исраил ұрпақтарына пайғамбар болды дейді. Түсінікті ғой? Исраил ұрпақтарына жауапкершілік болып қалды. Сонымен мерзім 40 жыл еді ғой, Құдысқа кіру исраилдіктерге харам етілген еді. 40 жыл өткеннен кейін Юша алейхиссалам Исраил ұрпақтарын алып Құдысқа қарай ертеді. Құдыс қаласына қарай бет алады, жол тартады. Енді Алла тағала бұларды әуелден Құдысқа кіруін қалаған, жазған еді дейді Алла тағала. Дегенмен олар өздерінің кесепаттығынан осылай 40 жыл сандалып жүріп қалды. Енді Юша Құдысқа бет алған кезде, Юша алейхиссалам Құдысқа бет алған кезде бұрынғы бұзауға табынғандардан ешқайсысы қалмаған еді дейді. Бұл бір жаңа буын еді дейді. Түсінікті ғой? Ол буын өтті, бұл бір жаңа буын еді дейді. Пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, саллаллаху алейхи уассалам, ешкім қалмаған еді дейді бұзауға табынғандардан. Бұлардан. Түсінікті ғой? Демек бұл буын ауысқан. Сөйтіп олар үлкен күш қуатты халқы бар Құдыс қаласына қарай жорыққа аттанады. Түсінікті ғой? Ол қалада тектен-тек бере салмаған, дайын тұрған қала. Түсінікті ғой? Ол да қорғанады. Оны 6 ай қоршау алған екен. Юша алейхиссалам. 6 ай қоршау алады. Ақырында шешуші шайқас жұма күнінің екінті намазынан кейінге жақындап қалды. Шешуші шайқас. Енді исраилдіктерге Алла тағала сенбі күні соғысуды тыйым салған. Түсінікті ғой? Сенбі күні соғысуды тыйым салған. Жаңа айтқандай, бұлар қаланы 6 ай бойы қоршау алған. Сөйтіп шешуші шайқас енді жеңеміз ау деп келген күні жұма күні асыр намазынан кейін уақыт болып қалды дейді. Сөйтіп бұлар жаңа айттық қой, Алла тағала бұларға негізі әуелден харам еткен ол кезде соғысуды. Түсінікті ғой? Тіпті бұлар жұмыс істемейтін еді ол күні. Сөйтіп бұлар енді
харам етілетінін білгендіктен дегенмен жеңіс бұларға жақындап қалған еді. Құдысты алуға сәл қалған еді. Бірақ қай уақыт жақындап қалды? Сенбі күні жақындап қалды. Түсінікті ғой да, 6-шы күн біздің айтып отырған. Сенбі күні жақындап қалды. Себебі мұсылман күнтізбесі бойынша асыр намазынан кейін, күн батқаннан кейін, асыр намазына шам бар ғой, шам батқаннан кейін, күн батып кеткеннен кейін келесі күн болып саналады. Түсінікті ғой да. Ал қазіргі жыл саны бойынша қалай? 12-ден кейін саналады, 1 минут өтсе де. Сөйтіп оларға жеңістің бұрышы көріне бастады дейді. Сол кезде күннің де батуы таяды дейді асыр намазынан кейін. Сол кезде олар барын салып айқасты. Неге? Сенбі күніне тағы кешігіп қалса, бұл күн соғыспайды ғой. Тағы тоқтап қалса, бұл жеңісті қолдан шығарып аламыз деп бар күшін салды. Дегенмен бұл қаланы ала алмайтындарына көздері жетті. Сөйтіп бұлар Юша алейхиссаламға келіп жалбарынды. Сол кезде Юша алейхиссалам күнге қарап былай деп айтты дейді. Сен де әмірді орындайсың, мен де әмірді орындаймын. Сөйтіп Алла Тағалаға жалбарынып, Аллахым, оны маған тоқтат деп айтты. Түсіндіңіздер ме? Күнді. Негізі күн тоқтамайды, түсінікті ғой да, ешкімнің несінсіз тоқтамайды ол. Дедім, Юша алейхиссалам Раббысынан сұрады, Раббым, күнді маған тоқтат деп. Осылай жалбарынып дұға қылғаннан кейін оның дұғасын Алла Тағала қабыл етіп, сол күн сол орында тұрып қалды дейді. Қозғалмайды. Түсіндіңіздер ме? Абу Хурайрадан жеткен хадис айтады, радиаллаху анху. Пайғамбарымыздан жеткен хадис айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, расында күн Юшақтан басқа ешбір адамзатқа тоқталған емес деген. Түсінікті ғой да? Ешбір адамзатқа тоқталған емес, ол Құдысқа барған кештерде деп айтқан. Түсінікті ғой? Құдысқа барған кештерде. Пайғамбарымыз бұл оқиғаның рас екендігін құптап отыр. Не істеп жатыр? Айқындап отыр. Сөйтіп күн осылай израильдіктер Құдысқа толық кіргенге дейін батпай тұрды дейді орнында. Түсіндіңіздер ме? Сөйтіп тағы да Абу Хурайрадан жеткен хадис айтады, Алла разы болсын, пайғамбарымыздан жеткен хадис айтып отыр. Пайғамбарлардың бірі жорыққа шығып дейді. Кімді меңзеп жатыр? Юша алейхиссалам. Қауымына маған отасуды қалаған дейді. Іштерінен деп жатыр. Отасуды қалаған, және енді отасайын деп отырған, енді үйленейін деп жатқан немесе. Әйелі бар кісі дейді. Немесе үй тұрғызып, оның төбесін жаппаған біреу, және буаз қойлары немесе түйелерді сатып алып, оның төлін күтіп отырған осы адамдардың біреулер ермесін деген. Осы адамдардан біреулері бізге ермесін деген. Түсінікті ғой да, жорыққа. Сөйтіп айтты дейді. Сөйтіп жорыққа шығып, бір елге асыр намазы кезінде, яғни соған жақын бір уақытта таяп келген кезде күнге айтты дейді бұлар. Таяп келген кезде күнге айтты деп отыр. Сен де бұйрықты орындаушысың, мен де бұйрықты орындаушымын. Аллахым, оны мен үшін біраз ұста деп дұға етті дейді. Сонда күн ол үшін Алла жеңіс әпергенше тоқтатылды деп отыр. Пайғамбарымыз жетті хадис былай айтылып отыр. Түсінікті ғой да? Пайғамбарымыз айтады, сөйтіп Алла Тағала оны жеңіс әкелгенше қауымына Алла Тағала күнді тоқтатты дейді. Сөйтіп пайғамбар, сендерде түйткіл бар деп айтты дейді қауымына. Себебі мынандай нәрсе, әрбір рудан бір кісі маған байғат, яғни келісім антын берсін деп айтты дейді. Деді де олар байғат берді дейді, әрбір қауым соның ішінде. Израильдіктер. Сонда бір кісінің қолы пайғамбардың қолына жабысып қалды дейді. Келісім беріп жатқанда. Түсінікті да? Қазір айтамыз, не үшін бұлай болып жатыр? Изатқа келісім сұрап жатыр. Сөйтіп қолжа сендердің түйткіл бар деп айтты дейді. Юша алейхиссалам. Себебі мынандай нәрсе бар. Сол бұған дейінгі пайғамбарларға жаңа соғыстан түскен олжа бар ғой. Соның барлығын бір жерге жинайтын, сөйтіп оған оны от шалып, сөйтіп оның қабыл болғандығы мәлім болатын. Сол кезде түсінікті да? Мысалға Адамат алейхиссаламның ұлдары Қабыл мен Әбілде құрбандық шала не істейтін еді, оған найзаға түсіп от шалып, солай қабыл болғандығын білдіретін еді. Түсінікті да? Бұларға да сол секілді. Бұларға соғыстан түскен олжаны алуды әмір етпеген. Түсінікті да? Бұларға тыйым салған. Соны айтып отыр. Ант бер деп жатқан себебі, бұлардың себебі жаңағы бүкіл олжадан түскен қазыналарды ортаға жинайды. Сөйтіп оны от шалмады дейді. Сол үшін бұл Юша алейхиссалам айтып отыр. Сендерде түйткіл бар деп осыны айтып отыр. Яғни іштерінен біреулер не істеген? Тығып қойған олжадан. Түсінікті ғой да? Сөйтіп сонда 2-3 кісінің қол жабысып қалды дейді, тағы да айтқанда. Сендерде түйткіл бар, көңіліңе түйткіл алған сенсіңдер деді деп айтады. Сөйтіп олар сиырдың басындай алтын шығарып берді дейді, әлгілер. Сиырдың басындай алтын шығарып жерде жатқан мал дүниеге қосты дейді. Яғни тыққандарын, түсінікті ғой да? Сөйтіп қойғаннан кейін сол кезде барып от келіп оны жалмады дейді. Әлгі түсінікті ғой да, қазыналарды.
Олжалар бізден бұрын, пайғамбарымыз сөзі, олжалар бізден бұрын ешкімге халал қылынбаған дейді. Түсінесіздер ма? Біз ешкімге халал қылынбаған, яғни харам болған алу, түсінікті да? Халал қылынбаған, бірақ Алла тағала әлсіздігімізбен деп енді біз айтып отырмыз. Әлсіздігімізбен, дәрменсіздігімізді көріп, оларды бізге халал етті деген. Түсінікті да? Біз пайғамбарымыздың өмірбаянын оқыдық қой. Олжаларды не істеген? Пайғамбарымыз бөліп беріп отырған әр орындарға. Бұл хадисті Бұхари, Муслим және Ахмад жеткізген. Түсінікті да? Енді бұлар сөйтіп Иса алейхиссалам Құдысқа кіреді. Құдысқа кіруі. Иса алейхиссалам исраильдіктерді Байтул Мақдиске енерде түгелдей сәжде қылған күйде кіріңдер деп айтты дейді. Яғни кірер, қақпадан кірер кезде. Түсінікті да? Сәжде қылған күйде кіріңдер және ана нәрсені айтып кіріңдер дейді. Хитта деп айтып кіріңдер дейді. Хитта. Түсінікті да? Оның мағынасы не десе, хиттаның мағынасы қателігімізді кешір дегенді білдіреді дейді. Алла тағала айтқандай, сол уақытта оларға осы елді мекенге кіріп, одан қалағандарыңша жеңдер және қақпадан сәжде жасап, хитта күнәмізді кеш деп кіріңдер деп айтқан. Алла тағала қателіктеріңді кешіріп, игілік істеушілердің сауабын арттырамыз деп баян еткен. Ал исраильдіктер болса, Иса алейхиссаламды әжуалап, яғни масқаралап кішкене. Хитта деген сөзді әдейі бұрмалап, мынандай деп айтқан. Хинта деп айтып берген. Түсінікті да? Хитта емес, хинта деп. Хиттаның мағынасы не еді? Кешірім сұрау, иә? Ал олар не істеді? Бұрмалап хинта деп айтты. Ал хинтаның мағынасы арпа дәнінің атауы дейді. Түсінікті да? Сөйтіп бұрмалады дейді. Және бұлар қаланың қақпасына сәжде жасап кіру керек еді, және бұл сөзді айтып. Олар олай жасамады дейді. Қақпадан артымен кірді дейді. Сөйтіп артымен кірді да хинта деп кірді дейді. Арпадан. Сөйтіп сонда залымдар сөзді өздеріне айтылғаннан басқаға ауыстырды дейді. Яғни әмір етілгеннен басқаша қылып айтып берді. Сөйтіп исраильдіктердің азған тайғаны Байтул Мақдиске Алла бұйырғандай, Иса алейхиссалам айтқандай қылып кірді, сәжде қылып, хитта деп айтып кірді, жартысы ғана дейді. Сәжде жасап. Ал қалғандары артымен кіріп, және хинта деп айтып кірді. Енді Абу Хурайрадан жеткен хадисте айтады, Аллаға разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Исраил ұрпақтарына қақпадан сәжде жасап, хитта деп кіріңдер деп айтылды дейді. Қателіктерінде кешіреміз делінді. Сонда олар өздеріне айтылғанды өзгертіп, бөкселерімен сырғып дейді. Бөкселерімен. Түсінікті ғой? Сырғып кірді де хинта, яғни арпа дәні деп айтып кірді деген пайғамбарымыз бұл хадис жеткізіп отыр. Сөйтіп осы қылықтар үшін Алла тағала оларға сондықтан залымдарға бұзақылықтарының салдарынан аспаннан пәле жаудырдық деген. Бұл Бақара сүресінің 58-59 аяттарында. Ғұламалар айтады, бұл жазаны оба деп атаған. Оба дерті бар ғой, сол деп атаған. Осындай жаза жіберген деген. Өйткені Усама ибн Зайд деген сахаба, Аллаға разы болсын, радиаллаху анху, жеткізген хадис айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, расында бұл індет өздеріңнен алдыңғы кейбір үмметтер онымен азапқа тартылған жаза деп айтты. Түсінікті да? Бұның яғни осыған сүйенеді. Оба дертімен Алла тағала жазалағандығы жайлы. Енді бұл обадан бір күннің ішінде олардың 20 мыңға тарта адамы қырылып болады дейді. Бір күннің ішінде 20 мыңға тарта адам қырылып болады. Сонда исраильдіктер жаппай Аллахтан жалбарынып кешірім сұрады дейді. Кешірім тілей бастады дейді барлығы. Сөйтіп Алла тағала оларға рахымы келіп, ел обадан айықты дейді. Әлгі оба дертінен. Құдысты қолға алғаннан кейін исраильдіктер Палестинада өмір сүрді сөйтіп. Палестинада, түсінікті ғой, исраильдіктер. Сөйтіп Палестинада өмір сүрді. Иса алейхиссалам дүниеден өткенше олардың ішінде Аллахтың кітабы, яғни Таурат үкім жүргізді. Түсінікті ғой? Аллахтың кітабы. Сол кезде Мұса алейхиссалам не түскен еді? Таурат. Бұл Иса алейхиссалам пайғамбар. Пайғамбардың міндеті не еді? Елшінің жібергенін жалғастыру. Түсінікті ғой? Соны жалғастырды. Сөйтіп сол мемлекетті билегенде Таураттың үкімі жүрді. Түсінікті ғой? Сөйтіп ол Мұсадан 27 жылдан кейін 127 жасында дүниеден озды. Түсінікті ғой? 27 жылдан кейін 127 жасында дүниеден озды. Түсінікті ғой? Бұл Иса алейхиссалам